Бүгінгі видеода бүйректі 3 күнде оңай тәсілмен тазалайтын әдісті айтамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем бауырларым, бұл әдісті арнайы шығарып отырмын. Комментарияда бүйрек туралы айтыңызшы деп өтініш қалдырған екен. Сол бойынша сондықтан да егер қиын болмаса, сіздерге қиын емес, оңай ғой. Лайк басып кету, подписацияны батырмасын басу, яғни тіркелу, достарына жіберу, поделиться ету. Тек бір кнопкаларды басу арқылы сіз оны жүзеге асырасыз. Ал ол мен үшін өте маңызды. Сондықтан да өтініш достар, алдын ала рахмет. Ал бастаймыз. Бүйректі тазалау үшін бізге лавровый лист керек. Лавровый листті алып, ішінен 2 немесе 3 тук аласыз. Яғни 2-3 лист аласыз. Сосын оны алып стаканға саласыз да. Стаканға ортасынан бөлесіз. Толығымен салынбаса ортасынан бөлесіз. Біреу бөлінбей жатыр. Қатты ғой лавровый лист. Соны бөлесіз де, сосын үстіне қайнаған ыстық су құясыз толтырып. Сосын оны 1-2 минутқа қоясыз. 3 күн жаңадан дайындап, осылай қайта-қайта жаңадан дайындайсыз. Мынаны ішіп болғаннан кейін келесі күні тағы 1 күнге 1 стакан ішесіз ғой. Соны дайындап 3 күн подряд ішесіз. Содан кейін 2 апта үзіліс жасайсыз. Содан кейін 2 апта үзіліс жасайсыз да 3-4 рет бұл курсты жасайсыз. 2 апта үзіліс жасап, қайтадан жасайсыз. Қайтадан 2 апта үзіліс жасап, қайтадан сонымен 3-4 курс жасайсыз. Аяғы ауыр әйел адамдарға сақтықпен ішу керек, яғни өзінің состояниясы, жағдайына қарап, денсаулығына қарап ішу керек. Бүйрегінде ұсақ тастар, құмдары бар адамдарға ішуге болады. Бірақ та бұл мен жай ғана кеңесім, ал ішу ішпеу ол өз еркіңіз. Біліп қойыңыздар. Егер сізге жақпаса бұл бірінші уақытта ішкен кезде, онда ішпей ақ қойыңыз. Басқа әдісті көріңіз. Және де тағы да басқа ауруларыңыз болса, яғни бауырыңыз ауырса, асқазан, ішек, өт жолыңыз ауырса, саумал капсуласы бар. Ол туралы описанияға жазып кетемін. Яғни толығырақ описанияға номер қалдырамын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.